9 мамыр біз ұлы күнді жеңіс күнін атап өтеміз. Аға ұрпақтың ерліктерін ешқашан ұмытпақ емеспіз. Ол біздің көп ұлтты еліміздің ортақ тарихына айналды. Осы маңызды күннің қарсаңында біз өзіміздің туған қаламыз Көкшетауда соғыс құрбандарын еске алу мақсатында бейнефильм ұсынамыз. Соғыс жылдарында әрбір 5-ші қазақстандық майданға аттанды. Ақмола облысынан шамамен 90 мың адам шақырылды. Тек 37 мың жауынгер үйге оралды. Біздің жерлестеріміздің 66-сы Кеңес одағының батыры атағын алып, даңқ орденімен марапатталған. Ұлы Отан соғысындағы батырлықпен күрескен Талғат Бигелдинов, Сағадат Нұрмағамбетов, Мәлік Абдуллин және басқа да жеңімпаз жауынгерлердің ерлік жолы біз үшін батылдық пен ерліктің мектебіне айналды. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап Ақмола облысының тылдағы жұмысшылары өз өмірін елдің қорғаныс міндеттеріне толығымен бағындырды. Мыңдаған адам майданға шыққанына қарамастан, кәсіпорындар, ұжымшар мен кеңшарлар жоспарланған тапсырмаларды табысты және асыра орындады. Барлығы майдан үшін, бәрі жеңіс үшін. Осы ұранмен тыл еңбеккерлері жұмыс істеді. Көкшетау алдыңғы қатарлы аймақтардан көшірілген кәсіпорындар орналасқан Қазақстан қалаларының бірі болды. Солардың бірі Көкшетау аспапты механикалық зауыты мен біріктірілген Мәскеу облысының номер 460 тігін машиналарының Подольск зауыты. Әрбір қалада сұрапыл кезең кейіпкерлерін бейнелейтін ескерткіштер бар. Біздің қаламыз Көкшетау осындай қалалардың бірі. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқандарға арналған мемориалдық кешен 1977 жылы 5 қарашада салынып ашылды. Кеңес одағының батырлары аллеясы арқылы Көкшетау тұрғындары мен Ақмола халқы ескерткішке жол тартады. Мәлік Абдуллинге арналған ескерткіш қаһарманның жылдығына орай орнатылған даңқ аллеясын ашады. Еліміздің көптеген қалаларында орталық көшелер мен мектептер батырдың құрметіне оның есімімен аталып, тарихи мемориалды тақталар мен мүсін кешендер орнатылған. 1995 жылы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен Мәлік Абдуллин атындағы мұражай ашылды. 2000 жылдың 9 мамырында ұлы жеңістің 55 жылдығына орай Кеңес одағының 2 мәрте батыры ұшқыр шабуылшы Талғат Бигелдиновке бюст орнатылды. Аллея жолдарының бойында ақмолалық батырлар есімдері, орталық бөлігіндегі гранит тақташаларға жауға тайталаса қарсыласып берілмеген батыр қалалардың атаулары мәңгілікке қашалып жазылған. Біздің қаһарман жерлестерімізді еске алу символы ретінде мәңгілік алау ешқашан өшпейді. Күміс 5 бұрышты жұлдыз көкке шапшиды. Қолына желбіреген ту ұстаған, басын иіп, тағзым еткен жауынгердің қола мүсіні қасында тұр. Осының бәрі сол сұрапыл кезеңді есте сақтауға арналған. Кейінгі ұрпақ бейбіт өмір сыйлағандарға құрмет көрсету керек. Өйткені біздің ата-бабаларымыз өз жерімізді кеуделерін оққа тосып қорғамаса, біз болмас едік. Егер де келешекте осындай сұм соғыс болғалса, оның алдын алу үшін әрбір азамат соғыс естеліктерін ұмытпауы міндетті. Болашақта біз ата-ана боламыз. Сондықтан өз замандастарымызды келер ұрпаққа балалық шақта естігендерімізді жеткізуге шақырамыз.